Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен осындай дәмді, қысқа арналған, осындай лечо салатының рецептімен толықтай бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Дәл осылай салаттың заттарын алдын ала жуып дайындап алдым. Ең алдымен осындай пиязымызды дәл осылай етіп турап дайындап қоямыз. Турағанда қатты жіңішке, ұсақ болып кетпеу керек. Дәл осы видеодағындай жасап турасаңыздар болады. Пиязымызды турап дайындап алдық. Енді тәтті бұрышымызды да 4 бұрышты етіп турап дайындап аламыз. Бұл лечо салатында осы тәтті бұрыштың көптігімен осындай лечо салаты аталып кетілген. Дәл осындай алдын ала қызанақты ет артқыштың көмегімен өткізіп дайындап алдым. Енді 1,5 литрдай осындай банкымен табамызға салып алдым. Үстінен тұз, қантты салып аламыз және сұйық майымызды да құйып аламыз. Сұйық майымыз 1 бокалдай сұйық май, 1 стакандай. Енді жақсылап оны араластырып аламыз. Енді осы араластырған помидорымызды отқа қойып аламыз. Енді оның үстінен біз тәтті бұрыштарымызды салып аламыз. Бұрышымызды салып алғаннан кейін астын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді сарымсағымызды да турап, дәл осылай етіп қосақтап турап аламыз. Тәтті бұрышымыздың үстінен енді осындай пиязымызды қосып аламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алып, үстінен 70% уксустан 1 үлкен қасықпен қосып аламыз. Сол жеткілікті болады. Енді осыны қайнатуға жарты сағатқа қоямыз. Дәл осылай міне қайнап жатыр. Өте дәмді әрі иісі күшті болып шығады. Енді банкілерімізді стерилизовать етіп, крышкамыздың бәрін ыстық суға салып, енді осыны банкіге салып аламыз. Міне жауып дайындап алдым. Енді бетін ыстық одеялмен орап қоямыз. Өз ыстығын сақтау үшін 1 күндей тұрады. Таңертең алып, уже қысқа сақтайтын жерге қойып қоюға болады. Міне біздің банкіміз дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да бөлек рецепттер өте көп. Кіріп қарап жасап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Осындай қазақ тіліндегі контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.